Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, бүгін біз мынандай бір есеп шығарайық, иә? Денені в нулевой бастапқы жылдамдықпен горизонталь лақтырады. Т уақыт өткеннен кейін дене нормаль және жанама үдеулерін табыңдар дейді. Балалар, енді мен берілгенін жазып қойдым. Бастапқы жылдамдығы бар және т уақыт өткеннен кейінгі нормаль және жанама үдеуін анықтауымыз керек. Енді балалар, мен міне суретін салып қойдым. Енді жалпы нормаль үдеу дегеніміз, оны екінші аты центрге тартқыш үдеу деп анықтап айтуға болады, иә? Өйткені ол центрге тартқыш күштің арқасында пайда болады. Ал жанама үдеу дегеніміз ол тангенциялы үдеу деп атауға болады. Енді жалпы мынарда балалар, сызбаға қарасаңдар, жалпы толық үдеу нормаль үдеу мен жанама үдеудің қосындысына тең. Не болмаса, мына жерде егер модулін табатын болсақ, Пифагор болады. Ж тең болады турасында а центрге тартқыш үдеудің квадраты плюс а жанаманың квадраты болып шыға келеді екен. Суретте көрініп тұр. Енді жалпы балалар, нормаль үдеуді біз 9 сыныпта оқығанбыз балалар. Ол егер дене шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалған кезде, онда жылдамдықтың модулі өзгермейді, тек қана жылдамдықтың бағыты әрбір нүктеде өзгеріп отырады. Сондықтан оны өзгертетін күш, ал егер күш әсер етсе дене үдеу пайда болады. Үдеу пайда болса, онда бұл жерде жылдамдық модуль емес, жылдамдық бағыт бойынша өзгеріп отыр. Сондықтан бұл үдеуді біз центрге тартқыш үдеу немесе нормаль үдеу деп анықтаймыз, және оның формуласы в квадрат бөлінген r болады екен. Мен анықтамасын жазып қойдым балалар. Бұл енді біраз еске түсіріп жатырмыз балалар. Яғни жылдамдықтың бағыт бойынша өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын және еркін түсу үдеудің құраушысы болып табылады. Енді бұл жерде балалар, еркін түсу үдеу екі үдеуге горизонталь лақтырған дененің қозғалыс кезінде екі үдеуге бөлініп тұр, иә? Яғни жылдамдықтың бағыты бойынша мынаны горизонталь лақтырған дененің әрбір нүктесінде оның бағыты өзгеріп отырады. Сондықтан оның траекториясы парабола болды. Яғни әрбір нүктесінде бағыт бойынша өзгерсе, онда центрге тартқыш үдеу пайда болды. Ал енді және жер ананың тартылыс күшінің әсерінен жылдамдықтың модульді өзгереді, оны жанама үдеу дейді. Яғни жанама үдеудің формуласын білеміз. В минус в нулевой бөлінген т минус т нулевой немесе т нулевой нөлге тең болса, т деп жаза салуымызға болады. Яғни жылдамдықтың модулі бойынша өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын еркін түсу үдеудің құраушысы жанама үдеу болып табылады екен. Енді біраз оны еске түсіріп жатырмыз балалар. Бұл есепке ешқандай қатысы жоқ. Енді сызбадан қарайтын болсақ балалар, жылдамдықтың жалпы толық жылдамдықтың модулі, яғни тағы да мынарда көретін болсақ, Пифагор теоремасы бойынша модулін анықтайтын болсақ, vx квадраты қосы vy-дің квадраты болады. Бұны енді жазбай қойып, әзірше бұл бізге керек жоқ. Енді жалпы vx өсіндегі жылдамдықтың шамасы бастап горизонталь бағытта қандай жылдамдықпен лақтырдық, сол жылдамдық өзі сақтайды. Өйткені ауаның кедергі күшін ескермесек балалар, онда ешқандай күш әсер етіп отырған жоқ. Сондықтан ол өзі қандай жылдамдықпен қозғалды, өз жылдамдығын сақтайды. Яғни ол Ньютон бірінші заңы, денеге басқа дене әрекет етпесе, денеге онда тынышта тұрған дене тынышта тұрады, немесе қозғалып бара жатқан дене өз жылдамдығын сақтайды. Сонымен vx-тен в нулевой неге екені түсінікті болды деймін балалар. Ал енді v екенді бұл жерде балалар үдемелі қозғалыс жасап тұр ғой. Бұл жерде енді v ті жазып қояйық, қазір бізге керек болады. v тең болады в нулевой плюс ж т. Төртінші теңдеу жазып қояйық. Балалар, бастапқы жылдамдық ергөсіндегі жылдамдықтың бастапқысы нөлге тең. Сондықтан бірден толығын жазып қояйық. v тең болады ж көбейтілген т болады екен. Бұл бесінші теңдеу екен. Енді балалар, біз мына сурет арқылы ғана біз жанама немесе нормаль үдеуді анықтауға болады. Мына суретте мысалы бұрышқа қарсы орналасқан катеттің гипотенуза қатынасы синус альфаны береді. Бірден бізге енді осы есепке қажетті формуланы жазайық. Есепке қажетті формула, яғни біз 6-шы теңдеуден басталады екен балалар. Сонымен а центрге тартқыш үдеу немесе а центрге тартқыш үдеудің ж-ға қатынасы тең болады синус
альфа. Бұл алтыншы дегенде осыдан центрге тарқыш үдеуді жазып қоямын. Балалар біресе нормальный үдеу, біресе центрге тарқыш үдеу деп жазып жатқан себебім сендерге әбден үйренікті түсінікті болсын деп. Өйткені сендер үнен нормальный үдеу деп жазып одан центрге тарқыш үдеу келетін болса, соңғы оны түсінбей қаласыңдар. Сонда бұл екеуі бірақ үдеуді береді екен. Кейде нормальный үдеу деп атаймыз, кейде центрге тарқыш үдеу. Өйткені үдеудің бағыты центрге бағытталған себебі мұнда центрге тарқыш күш әсер етеді, ал күш қалай бағытталса үдеу де солай бағытталады. Сондықтан центрге тарқыш үдеу деп жазған себебім сол балалар. Сендерге түсінікті болу үшін ғана жазып отырмын. Сен нормаль деп жаза беруіңе болады. Балалар енді қараңдаршы, жетінші теңдеуден балалар қараңдаршы. Бізде синус альфа бұрышы ғана жоқ екен, есептің шартында екен. Егер бұрышты анықтап алсақ, ары қарата центрге тарқыш үдеуді анықтауға болады екен. Енді келесі балалар міне жанама үдеу, ол да катетті береді. Тік төрт бұрышты, үш бұрыштың катетін береді. Бұрышқа мына бұрыш пен мына бұрыш тең ғой балалар, міне мына бұрыш тең. Альфа. Бұрышқа іргелес катеттің гипотенузаға қатынасы косинус альфаны береді. Сонымен А жанама үдеудің Ж-ға қатынасы косинус альфа. Бұл сегізінші теңдеу болсын балалар. Осыдан А жанаманы таба салайық бірден. А жанама болады Ж косинус альфа. Бұл 9-шы формула болсын. Балалар қарап отырсаңдар, бұл жерде де бұрыш белгілі болса, ары қарата жанама үдеуді анықтап табуға болады екен. Енді біз балалар, біздің арада жылдамдықты бекер біз сызбасын салған жоқпыз. Яғни енді біз мына үш бұрыштардың мына тік төрт бұрыштардың ұқсастығынан сәйкес қабырғаларда сәйкес бұрыштары тең. Яғни мынардағы альфа мына сыбайлас бұрыш мынаған тең, алған мынардағы бұрыш мынаға бұрышқа тең. Сондықтан біз альфаны мынарда альфа деп өрнектеп алуымызға болады екен. Енді балалар тағы да V-іміз ол, және айттым V0-ге тең, бұрышқа іргелес қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы синус альфаны береді. Соны жазып көрейік балалар. V-х емес V0-ді бірден жасалайық балалар. V0-дің V-ға қатынасы синус альфа. Синус альфа бұл 10. Балалар міне синус альфаны тауып, мен 7-ге қойық десек, біз енді V0 бар, V жоқ. Бұны енді балар өрнектеп көреге балар. В дегеніміз және айттым Пифагор деп. Жалпы вектор түрінде жазатын болсақ, В векторы ол Vx пен Vy-дің қосындысына тең. Бұл енді вектор түрінде жаздық. Егер модулін қарайтын болсақ, балар енді бұл тік төрт бұрыш үш бұрыштың гипотенузасы, яғни Пифагор теоремасымен шығаруға болады екен. Сонда V тең болады. V тең болады. Түбір астында V0-дің квадраты плюс Vy-дің квадраты. Мынау 12. Енді балар бізге Vy жоқ болып тұр. Vy енді төмен қарата құлаған кездегі жылдамдық қой балар. Төмен қарата горизонталь лақтырған кездегі бұл V-ның құраушысы Е, яғни төмен қарта құлаған кездегі жылдамдықты анықтап береді ғой. Төмен қарта дене құлаған кезде Y көсіндегі бастапқы жылдамдық 0-ге тең. Енді біз сонда айнымалы қозғалыстың Y көсіндегі жылдамдық соңғы жылдамдықты анықтайтын формуланы жасаймыз ғой балар. V0 плюс Жт. Балар және бекер түсіндірген жоқпын бұл жерде. Балар 0-ге тең V0 төмен қарта құлаған кездегі жылдамдық балар бұл шатыстырып алмайық. Сонымен V-тен қалған жазайық. V тең болады Жт 14. 14-ті 12-ге қойық балар. 14-ті 12-ге қоямыз. Сонымен жалпы толық жылдамдықты формуласын Пифагор атамыздың формуласын жазып қойып, V0 квадрат плюс Жт-ның квадраты. Мынау 15. Толық шықты ғой балар енді. Біз енді осы 15-ті 10-ға қоя саламыз. Болды. Алдымен 15-ті 10-ға қойып алайық қасықпай. Одан кейін барып 7-ге қоямыз. 15-ті 10-ға қоямыз. Түсінікті болу үшін не балар? Қоямыз. Қойып көрейік кәнекей.
в нөлевой бөлінген түбір астында в нөлевой квадрат плюс жтның квадраты тең синус альфа. Мынау 16. Әй балалар, бәрі бар ғой деймін. Бізде в нөлевой бар, ж тұрақты шама, т бар. Яғни енді 16-ны балалар оп-оңай 7-ге қойып центрге тарқыш үдеуді анықтауға болады екен. Қандай жақсы болды міне. Енді бұны мен балалар басқа бояумен жазып қойын. Өйткені біздің анықтағымыз келіп отырған осы ғой. Центрге тарқыш үдеу ж көбейтілген в нөлевой бөлінген түбір астында в нөлевойдың квадраты плюс жтның квадраты. Болды балалар міне. Центрге тарқыш үдеу немесе жанама үдеуіміз шықты. Енді бізде балалар центрге тарқыш үдеу немесе нормаль үдеу балалар. Енді жанама үдеуді бұл жерде косинус альфаны тауымыз керек. Енді тағы да жылдамдық арқылы өрнектеп суретті қарайық. Яғни біз енді іргелес жатқан катетіміз біздің мынау в y-тің в-ға қатынасы косинус альфаны береді балалар. Суретті қарадық. В y-тің в-ға қатынасы косинус альфа. Енді балалар в y-іміз 13-ші формула бойынша 14-ші формула бойынша жтыға тең, а в-мыз бар. Енді осыдан 18 жас салай қашып косинус альфа тең болады. Нарда балалар жты болады. Бөлінген түбір астында в нөлевойдың квадраты плюс жтның квадраты. Бұл 19 болды. Енді 19-ды балалар біз ішеге 9-ға қойсап, жанама немесе таңденсиал үдеуді мәнін анықтаймыз. Жаз қойығы, жатсыз қалмау үшін 19-ды 9-ға қоямыз. Енді қойайық балалар. Сонымен тангенциал деп жаз қойын әтейге. Баған емір жана деп құлақтарын үйрен қалды. Енді сендер екінші атында құлақтарыңды үйрете беріңдер. Тангенциал деп аталады балалар. Яғни жылдамдық модулының өзгеру шапшаңдығы бойынша пайда болған үдеу. Тек қана жылдамдықтың модулы бірде уақытында бірде шамаға өзгерсе, онда бізде жанама немесе тангенциал үдеу пайда болады екен. Жының өзін жазып қойық балалар. Нарда ж екеу бар. Ж квадрат деп бірден жасарақшы балалар. Ж квадраты түбір астында в нөлевой квадрат плюс жтның квадраты. Бұл біздің балалар 20-ші формула балалар. Бізге балалар есептің шартында қажетті балалар бізге 17 және 20-ші формула екен. Қайтадан бір қарап жерек балалар. Центрге тарқыш үдеу немесе екінші аты нормаль үдеу жатсыз қалмадыр балалар. Онда есепте шарты бойынша в нөлевой бар, т бар, ж бар. Яғни 17-ші формуламыз дұрыс деген сөз. Келесі 20-ші формуланы тағы бір қарап жерек балалар. Есептің шарты бойынша балалар беркін сүдеудің шамасы тұрақты, яғни бар деген сөз, уақытымыз бар, түбір астындағы в нөлевойымыз бар, яғни бәрі бар. Яғни біз есептің шарты бойынша горизонталь лақтырған дененің белгілі бір уақыт өткен кездегі жанама және нормаль үдеудің мәнін анықтап үйрендік. Қош сау болыңдар балалар.